Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз рационал және иррационал көрсеткішті дәрежелер. Сабақтың мақсаты рационал және иррационал көрсеткішті дәреженің анықтамасын және оның қасиеттерін білу. Тақырыптағы формулаларды қолданып, n-ші дәрежелі түбірі бар өрнектерді ықшамдау, санды өрнектерді есептеу. Анықтама: А оң санының m бөлінген n рационал көрсеткішті дәрежесі деп, a-ның m дәрежесі санынан алынған n-ші дәрежелі түбірдің мәнін айтады. Мұндағы m бөлінген n қысқартылмайтын бөлшек. Демек, анықтама бойынша a-ның m бөлінген n дәрежесі түбір астында n дәрежелі a-ның m дәрежесіне тең. Мұндағы a оң сандар. Келесі анықтама: егер a бірден артық болса, онда a санының альфа оң иррационал көрсеткішті дәрежесі деп, көрсеткіші альфа санының кемімен алынған ондық жуықтауы болатын барлық a санының дәрежелерінен үлкен. Бірақ көрсеткіші альфа санының артығымен алынған ондық жуықтауы болатын барлық a санының дәрежелерінен кіші санды айтады. Егер a 0 мен 1 аралығында болса, онда a санының альфа оң иррационал көрсеткішті дәрежесі деп, көрсеткіші альфа санының кемімен алынған ондық жуықтауы болатын барлық a санының дәрежелерінен кіші. Бірақ көрсеткіші альфа санының артығымен алынған ондық жуықтауы болатын барлық a санының дәрежелерінен үлкен санды айтады. Мысал келтірейік. Рационал көрсеткішті дәрежені n-ші дәрежелі түбір арқылы өрнектейік. 5-тің 3-тен 2 дәрежесі түбір астында 3 дәрежелі 5-тің 2 дәрежесіне тең. 5-тің 2 дәрежесін квадратын шығарсақ, түбір астында 3 дәрежелі 25-ке тең. Екінші, 3,7-ның минус 10-7 дәрежесі түбір астында 10 дәрежелі 3,7-ның минус 7 дәрежесіне тең. 19-дан 10-ның 8-ден 13 дәрежесі түбір астында 8 дәрежелі 19-дан 10-ның 13 дәрежесіне тең. Енді шешу тәсілдерімен таныс болайық. Біз 7-ші сыныптан белгілі негізі бірдей натурал көрсеткішті дәрежелер үшін көбейту, бөлу, дәрежеге шығару және түбір табу ережелерін білеміз. Осы ережелерді негізі бірдей рационал көрсеткішті дәрежелер үшін көбейту, бөлу, дәрежеге шығару және түбір табу ережелерін орындауға болады. Яғни, негізі бірдей рационал көрсеткішті дәрежелерді көбейту үшін негізін қалдырамыз, дәреже көрсеткіштерін қосамыз. Негізі бірдей рационал көрсеткішті дәрежелерді бөлу үшін негізін қалдырамыз, дәреже көрсеткіштерін азайтамыз. Рационал көрсеткішті дәрежені дәрежеге шығару үшін дәреже көрсеткіштерін көбейтеміз. Көбейтіндіні дәрежеге шығару үшін әрбір көбейткішті сол дәрежеге шығарамыз. Бөліндіні дәрежеге шығару үшін бөлшектің алымында, бөлімінде сол дәрежеге шығарамыз. Мұндағы n және q натурал сандар, m және p бүтін сандар. Осы ережелерге мысал келтіріп көрейік. Бірінші мысал: негізі бірдей рационал көрсеткішті дәрежелерді көбейту ережесін пайдаланамыз. 5-тің 3-тен 1 дәрежесі көбейту 5-тің 3-тен 2 дәрежесі. Негізін 5-ті қалдырып, дәреже көрсеткіштерін қосамыз. 3-тен 1-ге 3-тен 2-ні қосамыз. Ықшамдасақ, 5-тің 3-тен 3 дәрежесі, ол бізде 5-тің 1 дәрежесі, яғни 5-тің өзін жазамыз. Екінші, осы ережені пайдаланамыз. 16-ның 4-тен 3 дәрежесі көбейту 16-ның 2-ден 3 дәрежесіне, негізі 16-ны қалдырып,
дәреже көрсеткіштері 4-тен 3 және 2-ден 3-ті қосамыз. Ықшамдасақ 16-ның 4-тен 9 дәрежесіне тең. Ол бізде түбірасына 4 дәрежелі 16-ның 9 дәрежесіне. 16-на 2-ның 4 дәрежесін түрінде жазып, түбірасына 4 дәрежелі 2-ның 4 дәрежесінің 9 дәрежесі. Ара қарай рационал көрсеткішті дәрежеге шығару ережесін пайдаланып, түбірасына 4 дәрежелі 2-ның 36 түрінде келтіреміз. Бұдан түбірден 2-ның 9 дәрежесі шығады. Ол деп отырғанымыз 512-ге тең. 9-дан 4-тің 4-тен 3 дәрежесі бөлу 9-дан 4-тің 4-тен 1 дәрежесі. Яғни негізі бірдей рационал көрсеткішті дәрежелерді бөлу ережесіне сәйкес. Негізі 9-дан 4-ті қалдырып, дәреже көрсеткіштері 4-тен 3-тен 4-тен 1-ді азайтамыз. Ол деп отырғанымыз 9-дан 4-тің 4-тен 2 дәрежесіне тең. Ықшамдасақ 9-дан 4-тің 2-ден 1 дәрежесіне тең. 2-ден 1-ді квадрат түбір дәреже ретінде жазуға болады. Сонда түбір астында 9-дан 4. Одан бізде квадрат түбірден шығатын өрнектер болғандықтан 3-тен 2-ге тең. Енді тақырыпта қалай түсінгендеріңізді байқау үшін өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Кестедегі бірінші бағанада берілген өрнектер, екінші бағанада түбірасына n дәрежелі a түріне келетін өрнектерді табасыздар. Үшінші бағанада түбірасына n дәрежелі a-ның m дәрежесі түріне келетін өрнектерді табамыз. Сіздерге уақыт берейік, ойланып, жауабын тауып көріңіздер. Екінің 3-тен 1 дәрежесі деп отырғанымыз түбір астында 3 дәрежелі 2. Ол бізде түбір астында n дәрежелі a түріне келеді. 15-тің 4-тен 3 дәрежесі бізде түбір астында 4 дәрежелі 15-тің 3 дәрежесі. Ол деп отырғанымыз түбір астында n дәрежелі a-ның m дәрежесі түріне келеді. 41-дің 0,5 дәрежесі 0,5 бізде 2-ден 1 дәреже, ол түбір астында 2 дәрежелі 41 немесе түбір астында 41 деп жазуға да болады. 128-дің минус 7-3 дәрежесі түбір астында 7 дәрежелі 128-дің минус 3 дәрежесі. 27-ның 3-тен 1 дәрежесі түбір астында 3 дәрежелі 27-ге. 7-ның 1,2 дәрежесі деп отырғанымыз 1,2-ні бөлшек түрінде 5-тен 6 түрінде жазуға болады. Сонда 7-ның 5-тен 6 дәрежесі түбір астында 5 дәрежелі 7-ның 6 дәрежесіне. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.